Бірде ферманың қожайыны тышқан аулайтын қақпан қояды. Оны байқаған тышқан көрген білгенін тауыққа, қойға және сиырға жеткізеді. Ал олар болса, қақпан сенің проблемаң. Бізге оның қатысы жоқ, өз шаруаңды өзің шеш деп, тышқанды сөйлетпей тастайды. Кешкісін қақпанға жылан түсіп, фермердің әйелін шағып алды. Ал күйеуі әйелі жазылсын деп, оған тауықты сойып, сорпа дайындап береді. Ал енді әйелдің жағдайын сұрап келген қонақтарға қойды сойып береді. Бірақ жылан шағып жағдайы нашарлаған әйел ақырында қайтыс болады. Ертеңіне жаназа өткізуге сиырды сояды. Осы көріністің барлығын тышқан өз інінде қарап отырды. Бұдан шығатын түйін қандай? Өзіңізге тікелей қатысы жоқ шаруаның сізге мүлдем кесірі тимейді деп ойлау үлкен қателік екен. Біле жүріңіздер.